Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Біз 3 мамыр күні сабақ болмағандықтан, сол күні сабақтарды, дүйсенбі күні 3 мамырдың сабақтарын басқа күндерге лақтырдық. Басқа күндерге, яғни ауыстырдық. Енді сіздер сол біздің ауыстырғанымыз бойынша КТЖ-дағы күндеріңізді дұрыстауларыңыз керек. Ол үшін не істейсіздер? Яғни өздеріңіз білесіздер, дүйсенбі кімде қандай класста сабағы бар екенін, немесе мысалы кестеден көретін болсақ, міне мұғалімді алайық, бір мұғалімнің сабағын жасап көрейік. Мысалы мына жерден алатын болсақ, мысалы Назым Шегебаеваны алайық. Назым Шегебаева міне 3 мамырдың сабағы жоқ, сондықтан міне біз 3 мамыр күні ол кісіде математика сабағы бар екен. Сол күнді көрейік. Ол 3 мамырдың қай күнге лақтырылғанын көру үшін журналды ашасыздар. Мына журналдан көресіздер, қай күнге лақтырылған. 3 математика. Яғни ол кісінің болатын сабақтарын біз басқа күнге ауыстырып қойғанбыз. Енді қарайық. Ол кісінікі мінекей 4-і, 5-і, 6-сы, 6-сы деп тұр. Яғни біз 3 күннің сабағын 6-сына ауыстырғанбыз. Сондықтан ол кісі де КТЖ-дан дұрыстау керек. Ол бұнаны ашып қояды. Одан кейін КТЖ-ға барады. Міне КТЖ-ға барасыздар. Мына журналдарыңыз ашық тұрсын, көріп тұрасыздар, қай күндері сіздерде сабақ болу керек екен. Енді біз келеміз күнтізбелік жоспарға. 3-ші математика мысалы ашамыз. Бұл сізде өзі көрініп тұрады. Мына жерден сіздер толық жылды емес, 4-ші 90-ды алуларыңыз болады. 4-ші 90 тезірек көру үшін 4-ші 90 дегенді аласыздар. Міне бұл кісінің сабағы міне 3 мамырдікі ауыстырылған. Сондықтан мына жерде пустой яшық болып тұрады. Енді сіз оны қай күнге қоясыз? Жаңағы журналдан қарап 4-і, 5-і, 6-сы, 6-сы, 11-і деп кете бересіз. 4-і, 5-і, 6-сы, 6-сы. Яғни мынау сабақ 1 сатыға түсу керек, сол кезде 6-сы күні сізде 2 сабақ. Яғни бұны жариялаудан алып тастайсыз. Жариялаудан шығарғаннан кейін 4-ші 90 міне тұр. 3-шін сіздер ауыстырасыздар 4-іне. 3-шін сіз 4-іне ауыстырасыз. Өйткені сабақтың реті келу керек. Тақырыптар келу керек. Мұнаны 5-не ауыстырасыз. 5-ші мамырды сақтайсыз. Одан кейін көрініп тұр өзі. 5-ші мамырға ауыстырдық. Енді мұнаны 6-ші мамырға ауыстырасыздар. Сонда сізде күнтізбелік тақырыптық жоспарыңыз қалай тұр? Мамырдың 4-і, 5-і, 6-сы, 6-сы. Яғни мұна журналдан қарайсыңдар. 4-і, 5-і, 6-сы, 6-сы. 11-і, 12-сы кетеді. Ары қарай осы кете береді. 11-і, 12-сы, 13-і, 14-і, 17-сы ары қарай уже дұрыс. Яғни сіз қайта жариялайсыз. Сол 3-ші күні 3-ші мамырдың сабағы 6-ші мамырға ауыстырылған, соны ауыстырдық, болды. 1 жыл жыттық, жариялайсыздар. Енді үлестіретін болсаңыздар, толық жылға бірақ үлестіресіздер. Тырнақшасын басасыздар, толық жылға үлестіріп қоясыздар. Үлестір. Барлық мұғалімдер бүгіннен қалмай КТЖ-дағы 3-ші мамырға түскен күндеріңізді біз ауыстырған күндерге ауыстырып қоюларыңыз керек. Сол КТЖ-ны ашып, үлестіріп болғаннан кейін қарап шығуымыз керек. Мына күндер сәйкес па, сәйкес емес пе? Мәне қараймыз. 4-і дұрыс сәйкес кеп тұр, 6-сы, 11-і, ары қарай қалғаны барлығы сәйкес келеді. Осылай барлық мұғалімдер дүйсенбі 3-ші мамыр күні бар сабағы бар мұғалімдер осылай жасап шығыңыздар. Ол тексеріледі. Рахмет тыңдағандарыңызға.